Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын шоколадты печенье дайындайтын боламыз. Печеньеміз өте оңай, үйдегі бар заттардан ғана жасалады. Алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Құрметті көрермендерім, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Одан соң қантымызды салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырыңыздар. Осындай масса болу қажет. Одан соң сүт пен сұйық майды құйып, массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Какаоны міндетті түрде електен өткеріп алыңыздар, себебі түйіршіктеліп қалады. Одан соң араластырып, үстіне крахмалымызды салып, тағы да араластырамыз. Ұнның үстіне қамыр қопсытқышын салып, електен өткереміз. Ұнның барлығын салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей жұмсақ, әдемі қамыр иленіп шықты. Енді қолымызды осындай сұйық маймен майлап алып, печеньелерімізді дөңгелек формаға келтіріп дайындаймыз. Мінекей осылай дайындап алдық. Енді осының үстіне қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Одан соң қызып тұрған пеште 180 градуста 8 минут пісіріп алыңыздар. Мінекей печеньелеріміз дайын, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға қатты ұнайды. Сырты қытырлақ, ортасы жұмсақ болып шығады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар рахмет. Келесі видеода көріскенше.